Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерге заварной пирожный жасап көрсеткелі жатырмын. Бұл үшін бізге 150 грамм су, және 150 грамм ұн, 2 жұмыртқа, және маргарин немесе май, сары май 75 грамм. Енді қазір кастрюльге мына суымызды құямыз. Менімен бірге аяғымы шейін болыңыздар. Қазір газымыздың астына отымыз жағып, кастрюльімізді қойып, мына суымызды құйып қайнатамыз. Міне 150 грамм суымызды құямыз. Жаңа оған сары майымызды саламыз. Енді сары майымыз, суымыз қайнап, сары майымыз езілгенше күтеміз. Сосын барып ұнымызды саламыз. Майымыз еріді, қайнап жатыр суымыз. Енді ұнымызды салып тұрып араластыра береміз. Газымыздың астын басып қоямыз. Тез қоюланады. Енді өшіріп алды. Енді қазір бір-бірден жұмыртқамыз саламыз. Кішкене ғана салқындасын. Мен бұл жұмыртқа салдым. Енді екінші жұмыртқаны салам. Мен үшінші жұмыртқаны салдым, себебі менің жұмыртқам кішілеу болып қалды ғой деймін. Үлкен жұмыртқа болса екеу жететін еді. Менікі кішілеу болды, сондықтан қатты қою болған себепті мен үшіншісін. Сіздер де қарайсыздар. Егерде қатты қою болып бара жатса, қатты мынада қасық қозғалмайды. Жалпы қою болу керек енді. Онда тағы бір жұмыртқа салып жібересіздер. Міне, менікі дайын. Мынандай қою болу керек. Енді арғата көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Мынандай стаканыма целлофан кигізіп, ұшын кесіп қойдым, және мынандай, мен енді номерін білмеймін, мынандай қазір көремін, өте кішкентай болып кетсе алып тастап, басқа целлофанға салып көремін, мынандай ыдысын. Енді қазір осы стаканға, жаңа целлофанымызға саламыз. Енді менде мынандай сатып алынған астына мынандай силиконның коврик бар. Сіздер егерде жоқ болатын болса, кәдімгі ақ қағаз сатылады. Мен сіздерге айтқам, бұның алдында мен ылғи ақ турецкий аламын деп маркасын бәрін көрсеткен болатынмын. Енді қараңыздар, бәрін салып алдым. Енді қазір духовкамда
180 градусқа қойдым. Қазір духовкаға саламын. Отыз минут болды. Енді қазір суысын, суғаннан кейін сіздерге жақындырақ көрсетемін. Міне қараңыздар, өте әдемі болып жаңағы заварной пирожныйымыз пісті. Енді мен мынандай сгущенка, варенка сгущенканы алып, мынандай кішкентай жіңішке шприцы сияқты мынаны құйып қойдым. Қазір ақырын тесемді. Өте баяу ағады екен. Мен кішкентай ғана салып едім көрейін деп. Өте мынандай немен, өте қою болғаннан кейін ба, сондықтан қазір мен бұрын мен пышақ берем. Мынандай пышақпен ортасын еғылап да, кәдімгі заварной кремді бүйтіп алып сала берем. Бәрін кеспеймін, кішкене ғана. Жаңа сгущенканы да сөйтіп салып қоюға болады. Екеуіне әрең не қылдым, сондықтан мен өзімнің бұрынғы жасап жүргенімдей. Міне қараңыздар, біздің заварной пирожныйымыз дайын болды. Жаңа мен ішіне осының алдында сіздерге заварной крем жасап көрсеткен болатым. Мен көбін заварной крем салдым, ортасын кішкене кесіп, қасықпенен. Ал бір төртеуіне жаңағы сгущенка, вареный сгущенканы салып едім. Кішкене қиындау болды, шприц сияқты жіңішке екен. Әрең қою болғаннан кейін әрең өтті. Ал қалғанын бәріне алдында көрсеткен заварной кремді көрсеңіздер, менің каналымда қарасаңыздар, қалай заварной крем жасау керек екенін көрсеткен болатын. Сол заварной кремді ішіне салып, міне сондай әдемі керемет пирожный жасадым. Сондықтан сіздер де жасаңыздар. Тағы да бір ұмытып бара жатыр едім, духовкаға салған кезде пирожныйымызды жаңағы пісті ма, піспеді ме екен деп қарап тексермеңіздер. 20 минуттан кейін ғана ашуға болады. 20 минутта жетпей ашсаңыздар, төңкейіп пісіп келе жатқан басылып түсіп қалады. Сондықтан өзі 30 минут піседі. Сондықтан егерде духовкаларыңыз 180 градусқа қойып қойсаңыздар, 30 градуста жаңа духовкада пісіп шығады. Енді көрем десеңіз, тек қана 20 минут болғаннан кейін барып қана ашып көре аласыздар. 20 минутқа шейін ашатын болсаңыздар, сіздердің мына көтеріліп піскен пирожныйларыңыз басылып жаңағы жаңшылып қалады. Сондықтан осыны ескеріңіздер. Бірге болыңыздар, жазыңыздар, бірге үйренейік, бірге жасайық.